Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге керемет болып шығатын, ылғи да өзім жасайтын муравейниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте керемет болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басыңыз. Ең алдымен ыдысымызға 200 грамм ерітілген сары майымызды құямыз және оның үстіне 4 ас қасық қантты салып, жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып алған соң қантымыз толықтай еру қажет. Оның үстіне 4 ас қасық қаймақты салатын боламыз. Қаймағымыздың проценті 20 немесе одан жоғары болу қажет. Тағы біркелкі масса болғанша араластырамыз. Сонан соң ұнымызды саламыз. Ұнды салғанда аз-аздан салып араластырасыздар. Барлығын бірдей салып жібермейсіздер. Әйтпесе ұныңыз түйіршік болып араласпай қалатын болады. Осылай аз-аздан саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ең алдымен венчикпен, содан кейін қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырыңызды шамамен 15 минут видеода көрсетілгендей қайырып илейтін боласыздар. Сол кезде қамырыңыз біркелкі болып шығады. Қолыңызға ұстаған кезде жабыспайтын және жұп-жұмсақ болу керек. Енді осы қамырды таза целлофанға кигізіп, тоңазытқышқа қатқанша қоятын боламыз. Мінекей, мен 1 сағаттай қойдым шамамен, менікі қатты. Енді осыны біз қазір үкіштен өткізетін боламыз. Енді пергамент қағазын үстіне май жағасыздар. Егер сапалы болса, яғни поклан қағазы болса, май жақпасаңыздар да болады. Үкіштің үлкен жағынан осылай қамырымызды видеодағыдай өткізіп аласыздар. Үкіштен өткізген кезде аз-аздан өткізесіздер, яғни видеодағыдай барлығын бірін үстінен бірін өткізуге болмайды. 180 градуста пісіріп аламыз сарғайғанша. Мінекей менікі пісті. Байқасаңыздар, өте жұп-жұмсақ, жұқа болып піседі. Ешқандай блендердің көмегінсіз едеміз, қолымызбен осылай үгітетін боламыз. Сонан соң жарты банка сгущенканы құямыз. Барлығын құйсаңыздар да болады, бірақ мен жарты банка құямын және қасына 3 ас қасық шоколадный буренканы салатын боламын. Жақсылап толықтай араластырамыз. Барлығын толықтай араластырып алған соң енді муравейниктерімізді формаға жинайтын боламыз. Мен осындай насадкаға жинаймын. Бұл насадка Вупипайдың насадкасы. Сіздер өз қалауларыңызда стаканға жинасаңыздар да болады, бірақ осы насадкамен ыңғайлы болады. Сіздерге кеңес беремін осымен жасауға. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей жасап шығамыз. Шамамен 30 штуктай шығады. Енді муравейниктердің үстіне қара шоколадты құятын боламыз. Ол үшін шоколадымызды үгітіп аламыз ең алдымен және целлофанға кигізіп, қайнап тұрған 1 стакан судың ішіне салып қоясыздар. Шамамен 15 минуттан кейін еріген соң осылай муравейниктің үстіне құйып шығасыздар. Өте оңай және де үстіне сахарный пудраны сепсеңіздер де болады. Маған ұнағандықтан мен осылай сеуіп шықтым. Сіздерге де кеңес беремін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай. Негізі бұл муравейниктердің жасалу жолы өте көп. Мен сіздерге ең қарапайым ұсындым. Енді менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басыңыз.